Бізде 3 ай демалыс келе жатыр. Осы 3 ай демалыста оқушылардың өмір қауіпсіздігіне, құқық бұзушылық болып жатқан жағдайда да бірінші кезекте ата-ана жауап беру керек деген осы біздің оқу ағарту министрлігі тарапынан қаулы керек сияқты. Себебі сынып жетекші де, мектеп әкімшілігі де осы кезде демалып жатады, олардың да жеке өмірі бар. Сондықтан осындай оқиғаға ұшырап жатқан кезде сынып жетекшісін шақырып, тәрбие завучын шақырып, директорын шақырып, түсініктемелер алу, бір ескертпелер, бір шара қолдану сияқты нәрселерден педагогтарымызды осы педагог туралы заңға қосымша енгізіп қорғау керек сияқты. Сондай-ақ тек қана осы 3 ай ғана демалыс емес, кез келген уақытта оқушы мектептен шығып, үйіне барып, киімін ауыстырып, тамағын ішіп, ата-анасынан рұқсат сұрап, далаға шығып, бір келеңсіз оқиғалар болып жатқан кезде, бөтеннің бір мүлкіне тиісіп, болмаса бір жағдайлар ұшырап жатса, оған бірінші кезекте ата-анасы жауап беру керек. Қосымша білім бөлімдері тарапынан бір ескертпелер жіберіп, бір ұсыныстар жіберіп, сынып жетекшіге, тәрбие завучқа шаралар қолданылсын, түсініктемелер алынсын деген сияқты нәрселер жүзеге аспаса екен деген мен біздің оқу ағарту министрлігіне ұсыныс айтқым келеді.